Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай түрлі түсті құймақ жасайтын боламыз. Балаларыңыз қызықтап, сүйсініп жейтін құймақты қонақ келген кезінде дастарханға қойсаңыз, қонақтарыңыз таң қалатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Сіздермен Эльмира. Құймағымызды дайындау үшін бізге қажет заттар: ұн, жұмыртқа, сүт, шекер, сұйық май, қайнаған жылы су және шым-шым тұз қажет болады. Жұмыртқамызды жарып алып, шекеріміз бен тұзымызды салып, миксерлейтін боламыз. Егер сізде миксер болмаса, шанышқының көмегімен араластырамыз. Ұнымыз бен сүтімізді алмастыра отырып, миксерлейміз. Егер ұныңызды бірдестен барлығын салып жүрсеңіз, түйіршік болып қалуы мүмкін. Мен ұнымды алдын ала електен өткізіп алдым. Құрамына қанша мөлшерде заттар қажет болатынын астына описанияға жазып кетемін. Құймағымыздың қамыры дайын болды. Бізде қою емес, сұйықтау қамыр шықты. Осындай сита арқылы өткізіп алған жақсы. Қараңыздар, миксермен өткізген кезде де түйіршіктер қалды. Құймағымыздың қамыры толығымен дайын болды. Сіздер осылай пісіре берсеңіздер болады. Мен сәл өзгеше болсын деп, осындай гелевый краскаларды қостым. Сізде ондай краска болмаса, дүкендегі құрғақ ұн секілді кішкене пакетикте сатылады. Сондай краскаларды алып пайдалансаңыздар болады. Әдемі түс шығу үшін краскаларды жақсылап араластырған дұрыс. Бұл тағамдық краска болғандықтан ешқандай зияны жоқ. Табамызды алдын ала майлап аламыз. Алғашқы құймағымызды құйып пісіретін боламыз. Құймағымыз жақсы шығу үшін бізге құймаққа арналған арнайы осындай асты тегіс таба болу керек. Және табамызға ешқандай темір, шанышқы немесе қасық тегізуге болмайды. Өйткені асты сырылып, құймағымыз жабысатын болады. Силикон немесе ағаш күрекшемен жан-жағын осылай көруге болады. Көздің жауын алатын осындай түрлі түсті құймақты мен еш жерден көрмегенмін. Бұл менің авторлық рецептім деп айтсам да болады. Бірінші, бұл жерде әртүрлі түсті құймақтарды бөлек-бөлек пісіріп жатырмын мен. Соңында құймақтың қамырлары таусылайын деген кезінде әртүрлі түсті, мысалы сары, жасыл, қызылды араластырып құйып жіберсеңіз, әдемі, керемет түс шығады. Барлығы өз фантазияңызға байланысты. Мен бұл құймақты светофор құймағы деп атасам болады. Сіздер басқа түсті араластыратын болсаңыздар, енді түрлі түсті құймақ деп айтсаңыздар болады. Менің отбасыма осындай түрлі түсті құймақ ұнайды. Мен бұл құймақты аптасына 2 рет жасаймын десем қателеспеймін. Балаларым қуана жейді. Құймақтарымыздың барлығын пісіріп болдық. Бізде осындай көздің жауын алатындай әдемі керемет құймақ дайын болды. Сіз де осындай түрлі түсті құймақпен отбасыңызды, қонақтарыңызды қуантсаңыз, алғысын білдіреді және рецептін беруді өтінеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, комментарияға ұсыныс пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Эльмира.